Кайырлы күн, менің оқырмандарым. Коронавирус кезінде сақтанудың бір жолы маска тағу, перчатка және де қолды қайта-қайта жуу, антисептик міндетті түрде. Аптекаларда антисептиктердің бағасы қымбат. Антисептикті қолдан жасауға болады. Егер точно процентін, миллилитрін дұрыс есептесеңіздер, сол антисептикті сіздер де ала аласыздар. Антисептикке көбісі арақ алып жатады. Арақ болмайды, өйткені оның ең жоғарғысы 40%, 38%, ал вирус инфекцияны жоюға 75%-дан жоғары болу керек. Керекті құралдарды аптекадан сатып аламыз. Сатып алған кезде жаңағы сүйгіш түнде тұратын тюбиктен екеуі шығады. Карантин басталғалы тезірек барып осы заттарын алдым да аптекадан. Ол жерде глицерин болған жоқ. Глицерин орнына мен эфирное масло қостым. Жағдайында тесте жасау жолын көрсетемін. Менің қай жерде отырып жасағанымызға мән бермеңіздер. Себебі біз сатып ала салып, асығыс жасай салған болатынбыз. Бізге керегі мынадай ыдыс, пшикалка дейді, яғни сүйретін капля деген ыдысы. Арнайы бұны да магазиннен барып сатып алдық 500 теңгеге. Бұл ыдысының өзі 200-300 теңге тұрады. Бірақ қазір карантин уақытында барлығы жабылып қалғандықтан осы терезе сәтетінді алып, ішін босатып, басқа бутылкаға құйып алып, кейін сәте береміз. Осы бутылкасын пайдалануға алдық. Глицерин орнына эфирное масло пайдаландым. Эфирное масло, сутегі тотығы 3%, және де 90%, 90 мл спирт, этил спирті, және 60 мг су, қайнаған су қажет. Және біз оны өлшеу үшін шприц қажет. Обязательно міндетті түрде барлығын есептеп өлшеу керек. 240 мг спирт, 90%, 15 мг перекись водорода, 3%, 5 мг глицерин. Мен бағана айтып кеткендей, глицерин аптекада болған жоқ, сол үшін де мен эфир майын қолдандым. 6 мг су, 240 мл этиловый спирт, 15 мг перекись водорода және 60 мг су керек. Біз сразу мынадай ыдысқа жасап жатырмыз. 3 этил спирт мен 1 перекись водорода менде 800 теңгеге шықты. Ал эфир майы менде үйде бар болатын, сондықтан мен оны сатып алған жоқпын. Ауырмаңыздар, қолдарыңызды обработка жасап жүріңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.